وتخدعون بهرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bugün sizlerge inşallah İmam El-Haris El-Muhasibi Rahimahullah'tın Risalet-ül Mustarşidin degan kitabından ғалымдарымыздың өсиеттерінен қысқа нұсқа дәрс жасаймыз иншалла. Бүгінгі дәрсіміз Abu Bakr radiyallahu anhu'dun өсиетінен басталады. Qala Abu Bakr radiyallahu anhu бұлай дейді: İttaqillah bi ta'atihi. Allah subhanahu wa ta'alaдан итағат ету арқылы қорқ дейді. Яғни Allah subhanahu wa ta'alaдан қорқудың бір белгісі Алланың әміріне итағат ету. Бұл сөзді не ұғынамыз? Bir адам Алладан қорқам дейді, бірақ Алланың әміріне итағат етпейтін болса, ол кезде ол кісінің қорыққандығын білдірмейді. Сондықтан да Абу Бакр радиаллаху анху дейді: Аллах тағаладан Алланың әміріне итағат ету арқылы қорқ дейді. Екінші, уати'иллах би тақуаху. Аллах тағалаға итағат етуді тақуалықпен болады. Яғни бұл сөзінен де не ұғынамыз? Аллах тағалаға итағат етудің көрінісі тақуалықпен болады. Тақуалық дегеніміз не? Ғалымдарымыз айтады. Тақуалық дегеніміз Алланың әмірін орындау және Алланың тыйғанынан тыйылу. Сондықтан да бір мұсылман намаз оқуы мүмкін, ораза ұстау мүмкін, яғни Алланың әмірін орындап, бірақ тыйғанынан тыйылмайтын болса, ол кезде дұрыс болмайды екен. Сондықтан да Абу Бакр радиаллаху анху не дейді? Аллаға тақуалық арқылы итағат ет дейді. Үшінші не? Куффа ядак ан димаил муслимина. Қолыңды мұсылмандардың қанынан тый. Яғни бұл сөзіне не ұғынамыз? Мұсылманның қанын төкпе. Bir мұсылман екінші бір мұсылманға ешқашан зұлымдық жасамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте не дейді? Әл-муслим ахул муслим. Мұсылман мұсылманның бауыры. Әл-муслим лил муслим харамын. Мұсылман мұсылман үшін харам. Несі харам дейді? Әл-малуху, малы харам, уа дамуху, қаны харам, және уа айрдуху, намысы харам. Сондықтан да бір мұсылман екінші бір мұсылманның қанын төкпеу керек, абыройын төкпеу керек, және малына қол сұқпау керек. Сондықтан да Абу Бакр радиаллаху анху бұл жерде не еді? Bir мұсылманның қанын төкпе дейді. Төртінші өсиетінде не еді? وَبَطْنَكَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ. Қарныңды да мұсылмандардың малынан сақта. Бұны қалай түсінеміз? Яғни мұсылманның малын адал болмаған харам жолмен жеме. Яғни бір мұсылманның малын ұрлап жеме. Bir мұсылманның малын разылығынсыз тартып жеме. Бесінші өсиеті وَلِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ. Тіліңді де мұсылмандардың намысынан, абыройынан сақта дейді. Яғни тілің арқылы бір мұсылманның абыройын төкпе, бір мұсылманның намысын таптама дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте не дейді? Кімде-кім екі ерінің арасындағы тіліне кепілдік беретін болса, мен оған жәннатты кепілдік етем дейді. Сондықтан да Абу Бакр радиаллаху анху бұл жерде бір мұсылманның бойында табылу керек болған негізгі асыл сипаттарды баяндап тұр. Сондықтан да мұсылман бауырлар, пайғамбардан кейінгі ең абзал жан болған Абу Бакр радиаллаху анхудың бұл насихаттарына құлақ асып, қолымыздан келгенше бұл сипаттармен сипатталып, қолымыздан келгенше бұл өсиетіне құлақ асайық. Ва ахир дауан анил хамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmetike ya erhamer rahim.